Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен ерекше дайындалатын, әрі өте жұқа болып дайындалатын қимақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып аламыз. Одан соң үстіне мен ас қасығымен 6 ас қасық қант салдым. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салуларыңызға болады. Міне осылай салып болған соң венчиктің көмегімен қантымызды асықпай араластырып аламыз. Енді қантымыз еріген соң үстіне 1 шай қасық тұз қосамын. Және де 1 стақан жылы сүтімізді қосып аламыз. Тағы да араластырамыз венчиктің көмегімен. Және де осындай масса пайда болады. Оның үстіне тағы аздап ұн қосамыз. Ол да өз еріктеріңіз, қаланша қоссаңыздар да, менде өте жұқа қылу үшін осындай ұн қостым. Нәтижесінде осындай қамыр пайда болды. Оның үстіне одан соң қайнаған ыстық суымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Нәтижесінде менде осындай масса пайда болды. Қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, біркелкі масса. Одан соң оны табада осылай пісіріп аламыз екі жағын. Ожаудың көмегімен 1 қасық құйып, осындай құймақтар пайда болды менде. Енді осы құймақты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемілеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.